Assalamu alaikum cemaat. Benim adım Akılbekov Devlet. Keşe oğlumun sodu oldu. Biz ona Abdurrahimov деген sotda alıp tasladık. Yani 100% alıp tasladığını endi kereksekte bilemiz. Бірақ та keşe biz onu sottan çıkarıp verdik. Osunda bir жаңалық oldu. Ол Abdurrahimov деген sot 100% Алмас Сәрсенбектің сөзін сөйлеп жүрген адам екен. Екі сот өтті, одан кешеден алдын екі сотта бірде-бір рет олым жақсы болмады. Тек аналардың сөзін сөйлеп отырды. Біз айттық, әйелін шақырың, досын шақырың. Алмас Сәрсенбек досына 417 мың өткізген, әйелі болса 107 мың теңге алған. Досы 10 мың теңге доля алып қалған. Соны шақыр десек, кешеде тек досы ғана келді, әйелін шақырмаған. Енді әйелінің әкесінің, Сәрсенбектің қайнатасының өзінің адвокатский конторасы бар. Сондықтан ол күштірік болып отыр да, күшті. Демек, олар білген полын жібереді деген сөз ғой. Өте қатты жанжал болды. Сот кетпен бер тұрып алды. Мен жазған хатыма, ұлым жазған арызына бір сот келіп, разборка келді бастамасы, қанағатсыз қалдырылады. Біз сот Абдурахимов полын өткізеді деп айтты. Енді келген екен, біз полын отвод бердік. Ғабиден аға, Рахманбердиев, кейін Әбішев, Жаңабек ағаға рахмет. Аманова Жадыр аға рахмет. Сол кезде болысып, қандай соттағы секретаршаны қандай ит қып, қинап, сотты қандай даудырап қалды, недерін білмей. Сол не алып, кейін ақырында өзі разы болды кетуіне. Біз кетіңіз деп тұрып алдық. Сіз сот бола алмайсыз, сот істете алмайсыз деп. Бұл біздің жеңісіміз. Бірінші біздің жеңісіміз, қазақтың жеңісі. Біз сотты, Тоқаевтың сотын әстекен жеңіп жатырмыз. Осылай істен айдап, сот болмайсыз деп, секретаршасы, арттағы әйел кісі деп адамды менсінбей, жекіп сөйлеп, Аружан деген қыз, соған біздің Жадыра, сіңліміз қандай, қарындасымыз қандай, оған жауап беріп, ақырында жылап, қашып, барып, охранникті шақырып келіп, айта жіберіңдер деп, охранник араласамады да тұрсын айтты. Біздің бақырғанымызды көріп, оның өзі де қорқып қалған шығар, мыналар қазір араласса, мен өзім жұмыс айта жүреді деп. Осында нәрселер болып жатыр, жамағат. Сондықтан біз енді келесі сот ауысса, біз 100% әйелін шақыртырамыз, қайтадан басынан жаңағы екі полицейскийді шақырамыз, салафанмен қинаған, оны дәлелдей алмаймыз ғой енді. Зато оны үйіне барып, квартирасына барып, ақша алып кеткен 100% дәлелденіп тұр. Бірақ та Абдурахимов оны шақыртырмаймыз, оның іске қатысы жоқ деп бірінші соттан қарсылық беріп отырды. Біз бірінші сотта да соны айттық, екінші сотта да соны айттық. Біз оны шақырмаймыз, шақыруға қажеті жоқ деп тұрып алды. О шақыруға қажеті бар. Неге десеңіз, о жалғыз свидетельница үйіне кіріп, карточкасын алып, қашып кеткен олар. Ақшасын алып тонаған баланы. Тем более менің ұлым жетім. Жетімдігін біле тұра, артынан жүгіретін адамы жоқтығын біле тұра, Сәрсенбек оның артынан іс қозғатып, ақшасын алып қойып, енді болса ақшаны алмадым, разы емеспін, не үшін қаматты, мені қаматуға ақысы жоқ деп. Оны қаңтар айында не істеген артынан пайдалату керек. Оны Абдурахманов пен екінші тергеушіні, УБ-ның тергеушісін қарату керек, Ханазаровты. Олар қаңтар айында мен ұлымды ашин деп салафанмен қинаған адам, қаңтар айында өте рахаттанып тұрып, олар пытка істеген шығар. Қанша адамдары, жас балдарды қаматқан шығар. Соны тексеріп тұру керек. Сол кезде біз